Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тез оңай дәмді арнасы. Бүгін осындай өте дәмді оңай дайындалатын фри картобын дайындаймыз. Фриді дайындау үшін бізге тек қана картоп және қосымша дәмдеуіштер қажет болады. Алдымен картоптарымызды осындай формада турап аламыз. Мінеки картопымыз дайын. Енді оны видеода көрсетілгендей бір ыдысқа салып, оның үстіне суық су құйып, 1 сағатқа қалдырамыз. Бір сағат өткен соң осылай картоптың суын төгіп, оларды орамалға немесе майлықтың үстіне салып кептіреміз. Құрғақ картопты пергамент төселінген ыдысқа салып, оған енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Алдымен тұз, паприка, қара бұрыш және де сұйық майды қосып, талғамыңызға қарай оның барлығын араластырамыз. Мен қосымша кепкен аскөкті де қостым. Мінеки барлығы дайын. Енді оны пеште 210 градуста 25 минут пісіреміз. Фри картобы дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше!